Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кофейнядағы сияқты болып шығатын айс кофені жасап көрсететін боламын. Құрамына керекті заттар қант, сүт және де кофе қажет болады. Кез келген кофе түрін қолдануға болады. Ең алдымен ыдысымызға бір қасықты толтырып кофемізді салып алатын боламыз. Және де оның үстінен 2 қасықты толтырып қантты саламыз. 3 қасық қоссаңыздар да болады, тәттірек болсын десеңіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және сүттің аз ғана, яғни кішкентай бөлігін ғана қосамыз да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Яғни қантымыз жақсылап еруі қажет. Және де кофеміз бізде ұнтақ болып қалмау қажет, оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де қайнап тұрған суымызды алып, үстінен құйып алатын боламыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болғанша ешқандай ұнтақ қалмау қажет. Және де қалған сүтімізді блендердің ыдысына құйып аламыз да, оны жақсылап тұрып блендерлейтін боламыз. Яғни ол осындай процесте болуы қажет. Міне, біздің сүтіміз де дайын болды. Осылай көпіршікті болуы қажет. Ыдысымызды аламыз да, ыдысымызға 5-6 дана мұзымызды салып алатын боламыз. Мұз көбірек болған сайын бізде кофеміз салқындау болады. Және де жаңағы дайын болған кофемізді құямыз. Және де оның үстінен жаңағы блендерленген сүтімізді құйып аламыз. Мендегі айс-ти, міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Дәмі деген айтарлықтай сөз жоқ. Өте керемет болып шықты. Біздің YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай керемет рецепттермен сіздерді қуантатын боламыз. Сау болыңыздар.